Саламатсыздарбы студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ерлер шалбардың артқы бойды тұрғызу. Ерлер шалбардың артқы бойын тұрғызбай отырып, біз өткен сабақты есімізге түсірейік. Шалбардың алдыңғы бөлігін адым енін табу үшін бір нүкте қажет болады бізге. Яғни я 2 я 1 нүктесін табу үшін 0,4 көбейтілген я 2 b2. Бұл жерде я 2 b2 аралығын өлшеп 0,14-ке көбейтеміз. Шалбардың бел сызығын табу үшін, яғни Т2, Т4 нүктелері формула арқылы 0,15 көбейтілген жақшаның ішінде СТ қосу ПТ, яғни белдің жартысы қосылған қосымша. Қосу В1 қосу С. В1 бүкпенің тереңдігі, С қатарма ені. Енді жаңа сабағымызды бастайық. Ерлер шалбарының артқы бөлігін сызбасын тұрғызайық. Артқы бөлігінің адым енін табу үшін бізге я 5 нүкте қажет болады. Я 21-ден формула арқылы 0,25 көбейтілген СБ қосу ПБ алынған 1,5 см, 11,19 шығады. Яғни я 21-ден 11,19 оңға қарай сызып, я 5 нүктені табамыз. Артқы бөлігінің ортаңғы сызығынан табу үшін бізге 2 нүкте қажет болады. Ол 2 нүктеміз я 3 нүктеден дәл ортасынан 2,5 см сызамыз. 2 деген нүктені қоямыз. Артқы бойдың белін табу үшін Т5 нүктеден солға қарай 0,15 жақшаның ішінде СТ қосу ПТ қосу В2. Яғни 0,15 көбейту 51,16 қосу 1 қосу 2 тең 28,13. Т5 нүктеден Т7 нүктеге дейін 28,13 см сызамыз. Т7 нүктені белгілейміз. Т7 Б3 пен доғал сызықпен қосамыз. Үй тапсырма: ерлер шалбарының толық сызбасын аяқтау және өздеріне ұнаған ерлердің бел бұйымының сызбасын сызу. Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a song that you like, you can bet I'll know every line. I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise. I know better than to call you